білесіздер ме? Энергетика және автоматтандыру бірлестігінің апталығының ашылу ретінде жас маман жастарға жол ашады атты форумын өткізуді ұсынған болатынмын. Форумға колледж жастары мен болашақ мектеп түлектері қатысты. Форумның мақсаты колледж студенттеріне жастар жылында қабылданған жас маман жобасының маңызын пайда болу мақсатын, тарихын жеткізу және оқушыларға кәсіби бағдар беру болды. Форумды ұйымдастырудағы екінші мақсатым цикл бірлестігіндегі жас мамандарға жаңа базаны оқу процесінде дұрыс қолданудың жолдары мен бағыттарын түсінуге мүмкіндік беру болды. Форум аясында қатысушылар өздерін толғандырған сұрақтарды қойып, керекті жауаптарын алды. Форумнан қатысушылар өте үлкен әсер алды. Олар жастарға берер жас маман жобасының мүмкіндіктерін жете түсінді. Форумда базамыздың халықаралық деңгейдегі бәсекелес база екендігі, ондағы оқытушылардың атқарып жатқан зор еңбектері мен заманауи білім беру процесі жүріп жатқандағы студенттер мен оқушыларға жеткізілді. Форум жақсы форматта өтті. Сонымен бірге форумда апталықтың ашылуы ғана емес, жабылу ретінде қарастыруға болады және ғылыми тақырыптарды қозғауға да қолдануға ұсыныс беремін.